Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін қыстай пайдаланып, іші сырты әбден май боп қалған майлы табаны тек қана өзім білетін ең керемет әдіспен бөлсем. Ол үшін менің арнама тіркеліп, осы видеоны соңына дейін қарап шықсаңыздар болады. Көріп отырсаңыздар, ешқандай химиялық қоспасы бар сұйықтықты қоспай, қайнатпай, тек қана табанның астына отты жағып, жарты сағатта тазалап алуға болады. Ішкі сыртқы майларының барлығы әбден ерігеннен кейін краннан салқын суды ағызып, табамыздың ішін осылай шайып алдым. Одан кейін кішкене фери қосып, табанның ішін, сыртын, қақпағының барлығын жуып тазалап алдым. Өзім үнемі осы әдісті пайдаланам. Сіздер де пайдаланып, табаны, қазандарыңызды тазартып алсаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай қазір табамыз тап-таза.